Саламатсыздар ма, 6 сынып оқушылары? Бізге қазақ әдебиеті пәні бойынша 490-ның 1-ші БЖБ-сы. Ол 1-ші БЖБ менің атым тәуелсіздік өлеңі және Асқар Алтайдың прописка әңгімелері, яғни шығармалары бойынша келіп тұр екен. Осыны сіздермен бірге бірлесіп орындайтын боламыз. Ол үшін сіздер менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ал бірінші тапсырма осы бөлім бойынша ақын кейіпкері кім? Оны қалай сипаттайды? Ол үшін сіздер мына тәуелсіздік атты өлеңнен үзінді берілген, осыны оқып аламыз, мұқият түсініп аламыз. Және осы бойынша мына сұрақтарға жауап береміз. Ақын кейіпкері кім? Оны қалай сипаттайды? Мына қызылмен ерекшеленіп жазылған сөйлемді жазып алыңыздар, осы дұрыс жауап. Бұл жерде, бұл өлеңде өлеңнің кейіпкері 6 жасар бала, яғни ақынның өзі болып табылады. Ол өзін күн бейнесінде сипаттайды, өзін өр рухты тәуелсіздіктің ұлымын дейді. Енді балалар, келесі екінші тапсырма Асқар Алтайдың прописка әңгімесі бойынша келінген. Бұл шығармадан сіздерге маңызды деп тапқан эпизодқа талдау жасап, себебін түсіндіріңіз деген. Сіздерге 2 эпизод жаздым. Осы 2 эпизодтың мынау маңызды эпизодтың себебін қоса дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Кестеде берілген міне қызылмен ерекшеленіп жазылған. Бірінші эпизод ретінде мына сөйлемдерді алып отырмын. Қызыл су жүріп жатқан ұлы ертістің арғы бетіне өте алмады. Өлі мұз жібіп, жетер жеріне жеткізбеді. Өткелсіз өзенге не шара? Бұл сөйлемнің негізгі себебі мұндағы Архаттың, яғни басты кейіпкер, туған жері Алтайға табан тірегенмен Архат ауылына жете алмады. Өйткені оны желтоқсан көтерілісіне қатысқаны үшін пропискаға отыра алмай жүрген болу керек. Келесі екінші эпизод ретінде Алматыға қызметке орналасып кетер еді. Бәрінен де 4 ай бойы Сергелденге салынғанын айтсаңшы деген үзіндіні алдым. Оның себебі сол бір желтоқсанның бұрқағы болмағанда, қызуғандылықпен килікпегенде, қалың тұманда адасып қалған адамдай сандалмас па еді. Міне, осы қызылмен ерекшеленіп жазылған дұрыс жауаптарды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі 3-ші тапсырма. Мына жерде менің атым тәуелсіздік өлеңінен негізгі түйінді ойыңызды жазыңыз деген. Бұл бойынша былай деп жаздық. Бізге тәуелсіздік оңай келген жоқ. Тәуелсіздік батырлар азаттық жолында құрбан болды. Жазықсыз өмірден өрте қозды. Олар халқына үлкен қуаныш сыйлады, бірақ өздері дәмін тата алмады. Олар өзім деп қара басын ойлаған жоқ. Болашақ ұрпақ біздей қараңғы әлемде емес, күннің көзін көріп өтсін, еркін болсын деп армандап, сол арманға жетті. Тәуелсіздік ол әр елдің арманы болған. Сол тәуелсіздік жолында құрбан болған адамдарды мақтау етуіміз қажет. Міне, мен осы тәуелсіздік өлеңі бойынша мынадай ой түйдім деп осы берілген сөйлемдерді жазып алыңыздар. Осымен БЖБ тапсырмалары аяқталды. Сау болыңыздар.